Биылғы жылдың алғашқы үш айында Қазақстанда терроризм актісі бойынша көрінеу жалған ақпарат тарату дерегі бойынша 75 іс тіркелген. Бұл өткен жылдың дәл осы уақытымен салыстырғанда 5 іске артық. Өткен жылда қозғалып тергеуде жатқан істермен қоса алғанда 97 іс өндірісте тұр. Шымкентте де, Түркістан облысында да салыстырмалы түрде алғанда қылмыс саны артқан. Ішкі істер министрлігі бұл үшін жауапкершілік бар екенін ескертеді. Мұндай әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 273 бабына сәйкес жауапкершілік көзделген. Жарылғыш зат, қою немесе қоғамдық қауіпсіздікке өзге де қауіптер туралы жалған ақпаратты, байланыс құралдары, интернет ресурстар, мессенджерлер мен әлеуметтік желілер арқылы тарату фактілері тіркелуде. Министрлік мұндай әрекеттер әзіл қалжың түрінде жасалса да қылмыстық құқық бұзушылық екенін, жасаған адам жауапкершілікке тартылатынын еске салады. Көпе-көрнеу терроризм туралы ақпарат тарату қоғамдық қауіпсіздікке қауіп төндіріп, жаппай эвакуациялар мен кез келген мекеменің жұмысының тоқтауына алып келуі мүмкін. Мұндай әрекетке барғандарда қандай жаза күтіп тұр? Бұл қылмысты жасаған үшін заңнамаға сәйкес бас бостандығынан айыруға дейінгі жаза қарастырылған. Осындай барлық хабарламалар міндетті түрде тексеріледі. Ал оларды таратқан тұлғалар заманауи цифрлық және техникалық құралдарды қолдану арқылы анықталады. Құқық қорғау органдары тұрғындарға тексерілмеген ақпараттарды таратпауға шақырады. Балалар мұндай әрекетке барған жағдайда ол үшін ата-анасы жауапты. Бас прокуратураның дерегінше 2025 жылы Қазақстанда терроризм актісі бойынша көрінеу жалған ақпарат тарату бабымен 293 қылмыстық іс тіркелген. Оның үшеуі Шымкентте жасалған. 3 істің бірінде әйел адам күдікке ілінген. Айта кетейік, қаңтар айында Шымкентте телеграм арналарының бірінде білім беру мекемелеріне қатысты қоқан-лоққы мазмұнындағы хабарламалар пайда болған еді. Ақпарат әлеуметтік желіде жылдам тарап кеткен. Өтпей полиция азаматтарды жалған ақпаратқа сенбеуге шақырған. Бұған қатысты тергеу бастап, қауіпсіздік шараларын күшейткен. Ал бұған шошынған кей ата-аналар балаларын мектепке жібермей қойған еді.